Саламатсыздар ма, болашақ магистранттар? Бүгін мен сіздерге ағылшын тілінің грамматика бөлімінен тест алып келіп отырмын. Магистратурада грамматика бөлімінде 17-тен 34-ші бөлікке шейін грамматика бөлімі. Ал онда бүгінгі тестімізді бастайық. 17-де Do you remember? Босорын Ladies, we meet in Grasse last year. What were the names? Бұл жерде ladies деген сөз тұр. Яғни ол көптік жалғау. Сол үшін Б вариант пен С варианты чарп салдық. И these пен those қалды. Ал ағылшын тілінде those болса, ол өткен шақта, яғни біраз уақыт бұрын болған нәрсе болғандықтан, ол үшін Д варианты тура болады бізде. 18-ші тестте егер бір нәрсе жалғыз болса, және де оны елдің бәрі білетін болса, онда оның алдына артикельде the артикль қолданады. Бұл жерде the ears, the sky, the sun, или болмаса the moon, айды айтпақшы болсаңыз, елдің бәрі білгендіктен оның алдына the артикль қолданылады. Және де егер мысалы сіз маған бір кітап берген болсаңыз, мен оны былай айта аламын. The book you give me. Бәріміз біліп отырғандықтан the book боп алдына the артикль жалғанды. Ал 19-ға келсек, the man, кім, бір адам ол үшін who артикль қолданылады. What болса, мысалы не зат деген сияқты, whom кімдікі, which болса қайсысы, қандайы. 20-ші тестте бұл өте оңай. Обычный кезде сұрақ қоясыз, мысалы what are you doing? Не істеп жатсың? Сондықтан А варианты тура. I босорын very long, said Florence, when I here yesterday дейді. Бұл жерде алдымен кілттік сөзге назар аударайық. Yesterday, яғни ол өткен шақ. Енді I very long деп тұр. Бұл жерге келетін болса, present perfect simple'ына кеп тұрғандықтан I have slept very long. Яғни мен өте көп ұйықтадым. Және де when did I come here? Өткен шақ қой, yesterday. Сол үшін did қолданды. Яғни мен кеше қаншада келдім. Сол үшін Д варианты тура. 22. In бұндай сөздерде алдымен екі түрлі айтылу әдіс болады. Біріншісі 217. Яғни екеуін бөлмей айта саламыз. Или болмаса ортасынан бөлу керек. 2017. Сол үшін Д варианты тура. 23. Nobody cooks Don's meals for him. He has to cook. Бұл жерде әйел адам менен ер адамның қалай айту алуын түсіну керек. Her болатын болса, онда ол she'ға жалғанады. Ал him болғандықтан ол he ер адамға жалғанады. Сол үшін А варианты тура. 24. I go to bed at 10 o'clock every day, but yesterday I to bed at 10 дейді. Кілттік сөз yesterday, яғни өткен шақ. Бұл жерде қарасаңыздар, Б варианты тура кеп тұр. 25. She босорын her homework by 6 o'clock tomorrow and we босорын to the cinema. Бұл жерде болар шақты айтып тұр. Келер шақ, яғни future. Сағат 6-ге шейін болады. Сосын біз киноға барамыз. А вариант келсек will do дейді. She will do сағат 6-да істейді. Жоқ, олай емес, келмейді.
will do істейді, типа мүмкін істейді, сондайға келіп тұр, болмайды. Will been doing ондай емес, ол қазіргі болып жатқан шақ емес. The вариант кезі will have done дейді. Мен ол уақыт сағат 6-да тапсырмасын болады. Содан кейін біз киноға барамыз. The варианты бұл жерде тура келіп тұр. 26. He had been a great fencer before the war. Fencer in Italy. Яғни ең мықты, ең күшті Италиядағы қылыш семсерлесуші. Сол үшін ең мықты деген талдаймыз. The most great дейді. Most пен әдетте артында great екеуі жалғанбайды. Сол үшін the вариант алдымен шығарып тастадық. Енді бұл жерде зән әрпі қолданып тұрған жоқ, яғни салыстырып тұрған жоқ. Ол үшін C вариант пенен B варианты шығарып тастадық. Ал бұл жерде the greatest fencer in Italy A варианты тура болады. 27. Егер сөздер соңы F сөзімен аяқтаса, болмаса F E сөзімен аяқтаса, онда олардың соңғы әрпі өзгереді. Ондағы F әрпі түсіп қалады. Яғни осындай болып өзгереді. Егер мысалы қасқырды алып айтсақ, бұл өзгереді. Қасқырлар болған кезде бұны жазып жаттап алуларыңыз керек. F болған сөздің арты кейбір кезде өзгереді, бірақ өзгермей қалатын кездерде болады. 28. Алдымен сөзді оқылай. You to see my father? Yes, I. Сөзге келсек, бір-бірден қойып көрейік. A вариант. Do you want to see my father? Yes, I am. Бір жауапқа келген кезде I am болмайды. I do, яғни мен қалаймын, мен барғым келеді деген сияқты болса, онда I do болады. Сол үшін D варианты тура. 29. I'm 19 and my brother is 5 years older than me. He's... Алдымен кілттік сөзге назар аударайық. Мен 19-дамын дейді. Ал менің ағам менен 5 жас үлкен. Онда 24. Яғни D варианты тура. 30. Сөздерді қалай ортасына точка қойылған, яғни point қойылған сөзді қалай айту керек екені көрсетілген. Бұнда алдыңғы сөзді айтып болғаннан кейін, мысалы 70 айтылып болғаннан кейін ортасында point қойылады, точка. И артын айта саласыз. Бұл жерде қарасаңыз, D вариантында point бар. 70.8. Сол үшін D варианты тура болып келеді. 31. The students essays to check by the end of the week дейді. Осы аптаның соңына шейін студенттердің эссерін тексеріп болу керек. Яғни ол ұзақ уақыт жалғасып отқан шақ болғандықтан will have been checked. Яғни осы аптаның соңына дейін студенттердің эссері тексеріліп болады деп отыр. Сол үшін D варианты тура вариант. I have a good for you, don't marry him, dear. Бір ақыл айтпақшы болсаңыз, онда ағылшын тілінде piece of advice деген бар. Яғни бір ақыл, ол үшін бұл варианты тура болып келеді. 33. This is my room. They are happy to share it. Балалар. This is children's room. They are happy to share it. Сол үшін
П варианты тура болып келеді. 34. You must watch the notebook. It's very film. 34. Movie. Яғни бұл өте әсерлі фильм болды. А варианты тура. Ал 34. Delicious бұл асқа қаратылған. Оны вариант жарысаймыз. С вариант wonderfully келмейді, потому что wonderfully фильм деп айта алмаймыз. Сол үшін С вариант жарысады. Excited. Excited ол бір адамның көңіл күйін білдіру. Мысалы, I'm excited to see you. Мен сені көргеніме өте қуаныштымын. Ал бір киноны айтпақшы болсақ, онда an exciting film болу керек. Сол үшін Д варианты шығарып тастадық.